Қайырлы күн балалар, бүгін біз сөздерге дыбыстық талдау жасауды үйренетін боламыз. Алдымен дыбыстардан сөз құрап көрейік. Мысал үшін, с, а және н дыбысын алған кезде үшеуін біріктірсек, сан деген сөз шығады. Енді қараймыз, сөзде неше дауысты болса, сонша буын болады. Демек, мына сөзде бір ғана буын бар. Енді с дыбысын айтқан кезде біздің өкпемізден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды. Сондықтан ол дауыссыз көк түспен белгіленеді. Н дыбысы да сол айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырап тұр. Ал а дыбысын айтқан кезде өкпемізден шыққан ауа ауыз қуысында ешқандай кедергіге ұшыраған жоқ. Демек, ол дауысты, оны қызыл түспен белгілеп көрсетеміз. Енді осы сөзге басқа дауысты дыбысты қосып, тағы да сөз құрастырып көрейік. Мысал үшін, аны сөздің соңына жібереміз, о дыбысын с-дан кейін екінші орынға қоямыз. Сонда бізде сона деген сөз шықты. Енді дауысты дыбыстарға назар аударамыз. Мына сөзде дауысты дыбыстар екеу. Демек, екі буын болады. Со, на.